Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, құрметті жақсылар. Мұсылман үшін айтылатын тақырып көп. Бірақ байқасаңыздар, мұсылман бірінші Раббысын танымай, ол көп жақсылыққа жете алмайды. Раббысын таныған адам өте жоғарғы таныған адам мұъмин болады дейді. Сол үшін ғалымдарымыз мұъмин және мұсылман деген сөздің айырмасын айтып жатады. Раббысын танымақтың жолы көп екен. Сол Раббыны танудың бір жолы Алладан қорқу. Имамдарымыз жұма сайын айтады ғой: «Усикум ва нафси әуәлән битақуаллах» дейді. Сіздерді де және өзімді әуелі Алладан тақуалық етуге шақырамын дейді. Әр жұмада тынбай айтады имамдар. Алладан қорқу бұл дәрежелеріне қарай, сіздің Раббыңызды танығаныңызға қарай бөлінеді екен. Оның әуелгісі пенделік, былай айтқанда хайуани қорқыныш екен. Ең әуелгі қадамы. Мысалы, аюға намаз үйреткен не дейді? Таяқ дейді. Иә. Кейде таяқ та адамға пайдалы болады екен ғой. Сол үшін Алла Тағала адамға бір бұйрық беретін болса, сол бұйрықты орындамағанға жаза бар деп дозақпен қорқытады. Өліммен қорқытады. Сауал жауаппен қорқытады. Яғни Алла Тағала пендесін қорқуын талап етеді пендесіне. Сол қорқыныштың ең алғашқы қадамы қауіп, яғни қорқыныш, кәдімгі пенделік қорқыныш. Мысалы, енді көп азаматтар әкесінен қорқады ғой. Бұл дұрыс қорқыныш. Өйткені әкесі сабайды бір нәрсе болса. Сол үшін қорқады. Бірақ әкесі сабаса, оны бір жауыздықпен соны өлтірем деп сабай ма? Бір сондай енді бір кәдімгі ата жауындай қылып? Жоқ. Оған жақсылық ойлап сабайды. Соның пайдасы үшін сабайды. Алла Тағала да дозақты адамның пайдасы үшін жаратады. Және сол дозақтың алдындағы қорқынышты. Бұл қорқыныш Алланы сіз таныған сайын басқа нәрсеге ауысады. Мысалы, сол қорқыныш біртіндеп сыйластыққа ауысады. Одан жоғарылап махаббатқа ауысады. Алла Тағаланың тану да осылай болады екен. Сізде бірінші қадам Раббыңызды танымай тұрғандағы қорқыныш қарапайым қорқыныш болады. Осыны істемесең дозаққа барасың. Алла Тағала барлық істі осылай түсіндіреді адамға. Ұрлық жасама, кісіні нақақ өлтірме, кісінің ақысын жеме. Бірақ бұның барлығы ауыр күнә дейді. Ауыр күнә қайда? Ауыр күнәнің жазасы бар. Қашан жазасы? Сіздің жаныңыз шыққаннан жаза аласыз. Қабірде жазасын аласыз. Одан қалғанда қияметте сауал жауабыңыз ауыр болады. Одан қалса сіз, Құдай сақтасын, ондай қылмасын, бірақ дозаққа да барасыз деп айтады. Бұл белбау. Алла Тағала пендесін байлап, жаманшылыққа кетпес үшін шекара қойған белбау болады. Алланы таныған адам бұл өмірде басқаша өмір сүреді, білесіз ба? Өйткені Құран-ы Кәрімде айтады:
Раббысын танымаған адам қандай болып өмір сүреді, білесіз ба? Ол адам, оның өмірі хайуанға ұқсап өмір сүреді дейді. Бейне хайуани өмір сүреді. Хайуани өмір дегеніміз қалай? Мен бұл оны бір ар намысына тиін деп айтып тұрған жоқпын. Жоқ. Бұл тура мағынада түсініңіз. Хайуани өмір деген сөз тек қана ішіп жем, қу тіршілік үшін өмір болады. Сізде рухани өмір деген нәрсе қалмайды. Адамның жүрегіндегі байлық қалмайды. Сол үшін адам тіпті дүниені тауып тұрса да, ақшаға батып тұрса да жүрегі қысылады. Бір нәрсе жетпейді. Сосын ана бай адам құтыра бастайды деп айтады біздің тілде. Өйткені ол байлық еді, аңсағаны жетті, бірақ қараса ол жүрегіндегі қысылғанды емдеген жоқ. Емдеген жоқ. Сол үшін соны емдеу үшін басқа бір адамның ойына келмейтін нәрселер ойлап таба бастайды. Мысалы дейді, бір бай, бір байдың баласы дейді. Екінші досына айтыпты, екі бай ғой енді. Мен саған $1 миллион кофе істеп бере алам депті. $1 миллион. Істеп берші десе, $1 миллион алып келіп, соны отын қып жағып кофе қайнатқан дейді. Ерігі отыр да, сөйтіп күледі. Міне $1 миллион кофесі. Яғни бұл адамды жүрегіне, яғни дүние, сіздің жүрегіңізге тыныштық әкелмейді. Онымен сіздің жүрегіңіз тыныштық таппайды. Құранда айтады, «Әлә бизикриллахи татмаиннул қулуб» дейді. Алланың зікірімен ғана жүрек тыныш болады екен дейді. Жүректің тыныштығы бұл Алланың зікірімен болады. Алладан қорқу деген мағынаға мен алып келе жатырмын сіздерді. Бірақ сол Алладан қорқу дегенді түсіну үшін адам бұл өмірге неге келгенін деп түсіну керек. Адам байлық жинау үшін келмеді. Атақ мансап жинау үшін келмеді. Көп бала туғызу үшін келмеді бұл дүниеге. Сол үшін Алла тағала адамға біреуіне бар, біреуіне жоқ қылып берді. Даналығы. Біреу бай, біреу кедей. Біреудің денсаулығы бар, біреудің денсаулығы жоқ. Біреудің көзі бар, біреудің құлағы бар. Біреудің екеуі де жоқ. Дәл сол сияқты Алла тағала біреуге иман берді. Біреуден иманды алып қойды. Құдай сақтасын, Алла тағала иманды алып қоймасын. Арапта бір керемет шайыр болыпты. Жұрт сыйлайды екен. Ол кісі сөз сөйлесе, жұрт тына қалып тыңдайтын адам екен. Күндердің күні әлгі кісі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның келгенін, сөздерін жеткесін, жүрегі тынық адам ғой, бәрібір ақыл ойдың парасатты адам ғой. Пайғамбардың сөзі жете салысыменен бұны дұрыс көреді саллаллаху алейхи уассалам. Сөйтеді, мен бұл дінді қабылдаймын дейді ғой. Сөйтіп Меккеге келе жатады. Соны қабылдауға Меккеге кіріп келіп, түн боп кетеді, таңертең барайын деп түнеп отырғанда, сол түні Абу Лахаб, Абу Жахил сынды адамдарға құлақ қағыс жетеді. Пәленше келді Меккеге. Атақты. Неге кепті? Мұхаммедке кепті. Неге? Дін қабылдауға. Болмайды оны өйтуге. Болмайды. Не істейміз? Жүріңдер, барып табайық оны. Барып мүшайра қылады енді. Ақынға мүшайра ғой енді сол. Ал енді ана туралы не дейсіз? Мына туралы не дейсіз деп, ол кісі әбден сайрап, өзінің ақындығын көрсетіп, болғаннан кейін айтады, қараңызшы, қандай сондай парасатты азаматсыз. Енді кеп анау біздің әулеттен шыққан ана бір сиқыршыға келіп, алданып қалғаныңыз жаман болған екен сіздің. Ол сиқыршы ғой барып тұрған. Жалғаншы ол. Десе жоқ дейді. Айтады, ол кісі некесіз әйелдерге барма деп айтады дейді. Сөйтсе айтады,
менің өзі жасым пәленге келіп қалды, мен ол әйел ойлайтын жақта емеспін дейді. Ондай некесіз, онсыз да бармаймын өзі дейді. Мүлде одан тоқтап қалғанбыз дейді. Сөйтсе, бұл айтады, кісіге пайызға ақша берме дейді. Сөйтсе, мен өз байлығым өзіме жетеді, мен кісіге пайыз беріп, ондай шаруам жоқ, мен халықтың еркесімін дейді. Бір жерге барып, ау десем, халық үйт тастайды маған дейді. Мен ондайға мұқтаж емеспін дейді. Сосын айтады, бұл бүкіл бұттардың бәрін лақтырып жіберді, бір Алла дегенге бағын деп айтады дейді. Дұрыс нәрсе ғой дейді, бұл ақылды ғой десе. Бұл анау шайыр ғой, кілең андай қызыл жын шайтанның арасында болады деп, негізі бұл кісі арақты да арам деп жатыр, енді дұрыс емес деп жатыр жан-жағына дейді. Енді ол кезде әлі толық арам болмаған, бірақ арақ ішіп келіп намаз оқыма дейді. Сонда айтады, негізі сол менде сол арақты қойсам деп жүрмін дейді. Мен жасымда көтермейді, бір жағы анау ішіп алсаң ақылыңда кетіп қалады екен. Сонымен ары бері көндіре алмайды. Соңғы үміт. Сіз халықтың еркесісіз. Халықтың қолынан тамақ ішіп жүргенсіз ғой. Сізге бір осы кигеніңізге біз сый-сияпат жасайық. 100 түйе берейік. Сіз осылай қайтып кетіңіз ауылыңызға дейді. 100 түйе. Ойланады. Қызыл түйе ма? Қызыл түйе. Қоспайсыңдар ма дейді. Қосайық. Халықтың еркесісіз. Ақындардың серкесісіз. Ал 50 түйе қосыңыз. Қайтасыз ба? Тағы да қосыңыз. Тағы да қосыңыз бенен 500 түйе алады. Айтады, сіз дейден қазір бізде барымыз осы 150 түйе, қалғанын үйіңізге жеткізіп береміз. Біздің мойнымызда қарызбын сізге. Деп, бірақ сіз бүгін біздің үйде түнейсіз. Таң ертең сізді менің жігіттерім қаладан шығарып жібереді дейді ғой, өздері. Қорқып тұрған, шығарып салмаса, қайтып келеді дін қабылдауға. Шығарып салады ғой. Сол түйесіне мәз болған ақын ауылына түйенің үстіне мініп өлеңдетіп келе жатып, түйесі тайып, мойны қайырылып өлген дейді. Сол дін қабылдамай. Не бір батырлар болды. Не бір ақындар болды. Не бір үлкен жанып тұрған азаматтар болды. Алла оларға иманды нәсіп етпеді. Нәсіп етпеді. Алланың несібесі бұл имандылық. Имандылық дегеніміз не? Имандылық дегенді қалай түсінесіз? Білесіз ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, иман бұл 60-тың үстінде бұтақтан тұратын дүние дейді. 60 бұтағы бар дейді. Бір сөзінде 70 бұтағы бар дейді. Сол бұтақтардың біреуі ұят дейді. Сол бұтақтардың біреуі ұят дейді. Олардың әуелгісі ла илаха иллалла дейді. Ең ақырғысы жолда халыққа жолын жауып жатқан ағаштарды, тастарды алып тастап, халыққа жол жасап қызмет қылу дейді. Бұл да иманнан. Бір сөзінде айтады. Иманның жартысы тазалық дейді. Ан-назафату шатрул иман дейді. Жартысы тазалық. Пайғамбарымыз бір сөзінде айтады, иман мына жерде дейді. Бұл сөздің бәрін қосып айтсаңыз, бауырлар, тағы да осыны түсінік үшін тағы да 1-2 хадис айтайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, бір әйел кісі дейді, үйіне мысықты қамап қойып тамақ бермеген үшін дозаққа кірді дейді. Тағы бірде айтады, бір жезөкше әйел дейді, көшеде келе жатып шөлдеп қалған итке су берген үшін жәннатқа кірді дейді. Қарасаңыз,
Кейбір бауырларымыз мақтанады ғой. Ой, мен 10 рет қажылыққа барып келгенмін. Соны бір жинайды ғой, керемет қып. Біреулер медал сұрайды, білесіз ба, қажылыққа мен барып келдім, маған қажы деген медал берсеңдерші дейді. Анау қажылыққа апаратын компанияға барып айтады екен, маған қажы деген медал беріңдер дейді. Мен анау үйге барғанда айтуым керек қой дейді маған. Сонда білмеймін, мен намаз оқыған үшін имамдардан маған намазхан деген медаль бер деп сұрайтын шығар келешекте. Или жаңа бір 10 жыл намаз оқып қойдым. Десятикратный намазхан жаңағыдай. Негізі бар ғой, бұның барлығы себеп нәрселер. Себеп. Сіздің иманыңызды ұстап тұруға себеп. Ал сізді жәннатқа кіргізетін бұл Алланың қалауы ғана. Алланың қалауы ғана. Лайықты баласыз ба? Жәннатқа кіресіз. Лайықсыз ба? Лайық емессіз ба? Кірмейсіз. Сол үшін бір адам, бір жезөкше әйел болса да жәннатқа кірді. Сол үшін бір сондай бір керемет мықты адам болса да бір күнәсі себебінен дозаққа кірді. Мысалы, кімде-кім ағайын туысына мейірім жасамаса, мен оған қарамаймын дейді, мен омен үзілемін дейді. Үзілемін деген сөз болды ғой, оның бүкіл амалын қабылдамайын деген сөз. Ол қанша намаз оқып, ораза тұтсын, бәрібір. Кімде-кім Аллаға қияметке сенетін болса, көршісін сыйласын дейді. Егер сыйламасаңыз, онда сіз сенген имансыз боласыз. Бұның бәрін жинасаңыз, бауырлар, имандылық деген бұл руханият. Бұл сіздің ішкі жан дүниеңіз. Сіздің ішкі жан дүниеңіз бұл. Сол ішкі жан дүниеңіз иманды болатын болса, сыртыңызға шығады сол. Сол үшін қанша адам бар намаз оқиды, бірақ Құдай сақтасын, Аллах оның намазын қабыл қылмайды. Қанша оразашы бар, оның оразасын қабыл қылмайды. Қанша қажыға барған адам бар, оның қажылығын қабыл қылмайды. Сол үшін айтады қажылық туралы. Алла тағала шақырған адам қажылыққа барады. Бірақ Алланың жанында шайтан да шақырады дейді. Шайтан шақырғанда қажылар бар екен. Анау туристік сапарға барып келеді да қажылыққа олар. Мақтаныш үшін барып келеді. Олай емес қой. Олай емес. Егер сіз шын қажы болсаңыз ше, сіз ояқтан келгенде топырақ боп келуіңіз керек қой. Бейшара боп келуіңіз керек. Өйткені Раббыңыздың есігінің алдына бардыңыз, түсінесіз ба? Алла жазса қара тасты сүйдіңіз. Ұлы пайғамбарлардың табаны тиген жерге сәжде қылдыңыз. Сіз кім боп келуіңіз керек? Сіз Раббысын таныған, мына дүниеге бөлек көзбен қарайтын, рухани дүниеңіз, ой санаңыз ашылған, бөлек адам боп келуіңіз керек. Бірақ көп адамдар ондай қылмайды. Сол үшін білесіз ба, намаз оқитын адам күнә жасап қойса, бірден айтады халық. Намазхан дегенің осы ма дейді? Өтірікші бұл. Адамның ақысын жейді дейді. Неге? Білесіз ба? Халықта біледі ғой, дана ғой. Халықта сондай сезім бар. Намазхан адам деген ол, ана сәби сияқты пәк болу керек қой. Сәби сияқты пәк болу керек. Біреуге жамандық ойламайтын. Ішіне бір сондай нәрсені түймейтін. Бірақ көп адамдар бар. Оқыған намазы жүрегінен, тілінен арғарай өтпейді, жүрегіне қарай. Осы аузының жанында қап кетеді. Құраны мен намазы. Бұл неден білесіз ба? Бұл Раббысын танымағаннан. Құдайды білмейді. Білмейді, я. Ал Раббысын тану үшін не істеу керек? Құран-ы Каримде бүкіл аят үшке бөлінеді. Бүкіл аят үшке бөлінеді. Біреуі өткен қауымдар менен пайғамбарлардың уақиғасы.
Неге уақиға айтады Алла Тағала Құранда? Өйткені сол уақиғалар сізбен бізге сабақ болу үшін айтады. Оны оқуымыз керек біз. Мысалы, Ибрахим пайғамбардың уақиғасы деп Құранда баяндайды, бірақ байқайсыз ба? Ибрахим пайғамбардың уақиғасы деп тұрып, ана біздегідей пәлен жыл туылған Ибрахим алейхиссалам, атасы пәленше, мамасы осындай, осы жерде сабақ алған деп өмір баянын айтып бермейді. Жоқ, бізге өмірінен үзінділер береді. Байқайсыз ба? Үзет әр жерден. Уақиғаның бір шетінен бастайды, өзінің керек жеріне тоқтайды, болды. Неге? Бізге бүкіл пайғамбардың өмірі ғибрат қой, бірақ сол уақиға сізбен бізге сабақ. Құранның тағы бір бөлігі сізбен біздің жүріс тұрыс заңдылықтарымыз, фиқ ережелері, ақида ережелері. Заңда үйтіге болмайды, бүйтіге болмайды, намаз оқы, намаз уақыттары, дәрет алу керек, некелесу, талақ қылу, соның барлық ереже адамға қажет болған дүние. Ал үшінші бөлігі, бәлки бірінші бөлігі десе де болады, Алла жайында. Тек Алла жайында. Тек жалғыз Алла жайында айтылады. Байқайсыз ба? Сонда дін үшке бөлінеді деген сөз. Бүкіл дін үшке бөлінеді. Құранды зерттесеңіз. Біріншісі сіздің амалыңыз, сыртқы амалдарыңыз, ол фиқх. Екінші, Алла туралы білім, бұл сіздің иманыңыз. Үшіншісі, уақиғалар, қыссалар деп тұр, яғни ой санаңыз. Сіздің ой санаңыз. Раббыңыз туралы сізбен біз ойлануымыз керек. Сол үшін Құранда айтады, түйеге қарамайсыңдар ма? Күнге қарамайсыңдар ма? Аспанға қарамайсыңдар ма? Жерге қарамайсыңдар ма? Сол аяттарды мыңсан оқисыз өзіңіз. Бірақ енді қолыңызды жүрегіңізге қойып айтыңызшы. Алла куә ғой. Сол аятты Құранда оқығанда сіз қарайсыз ба? Айтыңызшы. Аспанға қарамайсыңдар ма десе, қарайсыз ба сіз? Жоқ, қарамаймыз. Неге? Неге қарамайсыз? Өйткені Аллаға деген сіздің араңызда байланыс дұрыс емес. Өйткені сізбен біз Алладан қорықпаймыз. Қорқыныш жоқ бізде. Бауырлар, жұма сайын имам, сіз жұма намаз тастамай келсеңіз, сізге имам айтып жатыр. Усикум ва нафси әуәлән битақуалла. Жұмада тастамайды ол сөзді. Имамның мойнынан өтті. Мен сіздерге Раббыларыңыздан қорқуды өсиет етемін деді. Ертең сіз имамның жағасынан ұстай алмайсыз. Мені ескертпедің демеңіз. Алладан қорқыңыз. Қорқыңыз. Құранда айтады, «Вахафуни ин кунтум муъминин». Егер иманды болсаңдар, менен қорқыңдар дейді. Құран-ы Каримде айтады, «Ва юхаддирукумуллаху нафса». Алла Тағала өзін жайында, өзінен ескертеді дейді. Алла Тағала өзінен ескертіп жатыр сізбен бізден. Түсінесіз бе, менен қауіпсіреңдер. Менен қауіпсіреңдер. Басқа жерден келген қауіп еш нәрсе емес, бауырлар. Құдайдан қорқыңдар. Құдайдан қорқыңдар. Міне, Алладан қорқыныш, бауырлар, сізбен бізді Алланы танытады. Сол қорқыныштың біреуін айтайын. Адам баласы үлкен ғаламат нәрседен қорқады, білесіз ба? Тауға барып көрдіңіз ба? Тауға. Суға барып көрдіңіз ба? Көрдіңіз. Отты пайдаланып жүрсіз бе? Пайдаланып жүрсіз. Қорықпайсыз ба? Анандай үлкен ғаламат таудың жанында сіз кімсіз? Кімсіз? Анау суды көрдіңіз ба?
Егер тасса кім боласыз? Отты көрдіңіз ба? Даусының ауырлығын қараңызшы қандай. От үлкейген сайын даусының ауырлығын қараңыз қандай болады. Алла тағала соның бәрін жаратты. Бәрін жаратқаны қандай? Мысалы, теңіздегі балықтарды көрдіңіз ба? Ең қарапайымы дарияға барыңызшы. Егер сізге айтса, мына жерде үлкен жайын балық бар десе, суға түсер ме едіңіз? Адам жұтады кейде деп. Суда жүзіп жүріңізші, табаныңыздың астынан үлкен сізден 2 есе келетін бір қара нәрсе өтсінші ары бері. Жүрегіңіз қай жақта болады? Білесіз ба? Сол дәу нәрсе деп сізбен біз қорқып атқан қара нәрсе Алланың алдында ешкім емес. Білесіз ба? Жәбірейіл алейхиссалам бүкіл жер шарын бір саусағына қойып, екінші саусағын жабалатындай құдіретте дейді. Жәбірейіл алейхиссаламның 600 қанаты бар дейді. Соның бір-ақ қанаты жерді жауып қала алады дейді. Бір қанаты ғана. Жәбірейіл алейхиссалам Лүт қауымын қанатының ұшымен көтеріп, жерді қайтадан теріс қарай аударып қояды. Сол жерде қазір су бар, тек қана су қалды. Ол әлі ашуланып соққан жоқ о жерді. Жай қанатының ұшымен көтеріп жерге қоя салды. Сол Жәбірейіл алейхиссалам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен Сидратул Мунтахада тұрғанда, пайғамбарымыз Жәбірейілге қараса дейді, бейне реңі кетіп қалған шүберек мата сияқты болып тұр дейді. Бір матаны күндіз түні киіп күнге ұра беріңізші, ана реңі кетіп қала ма? Тура сол реңі қашып кеткен, үлбіреп жыртылып кетейін, үф десе шашылып түсейін деп тұрған мата сияқты түрі жоқ дейді ғой. Не болды дегенде, мен ары қарай бара алмаймын деп айтты дейді. Мен қақым жоқ ары қарай баруға. Раббысынан қорқынышты көрдіңіз ба қандай? Өйткені ол біледі Раббысын. Қандай қорқады. Сізбен біз ше, адамның қаталдығын қараңызшы, Құранда айтады. Мына Құранды дейді, біз егер тауға түсіргенде, тау күл парша болатын еді дейді. Бірақ адамның жүрегі одан қатты екен, біз бұған мысал айтып жатырмыз ғой дейді. Қарасаңыз, сізге Алла тағала айтып жатыр. Түйеге қарамайсыңдар ма деді. Қарамаймыз. Аспанға қарамайсыңдар ма деді. Қарамаймыз. Бауырлар, ертең Алланың алдында қалай тұрамыз? Сіз Раббыңызды танымайсыз. Құдайдан қорықпайсыз. Қалай ғана қорықпастан мына өмірде күніңізді күнелтіп жүрсіз? Мен таң қалам кейбір адамдарға. Намаз оқып қояды да, анадай жүрегінде бір сондай бір жәннати сезім тұрады да. Кәдімгі ана түрінде көресіз, жұртты менсінбейді. Анау кім ол дейді. Мен біліп қойғанмын бәрін. 4 хадис біледі, өзі бар жоқ. Жаңағыдай. Оқып қойғанмын дейді, енді бір Құраннан бір 4-5 аят білетін шығар дейді. Мен ана Арабияға барып келгенмін дейді. Мен қажылыққа барып келгенмін. Негізі ешкім емес қой ол. Негізі ешкім емес қой ол. Құдайдың бір пендесі. Бауырлар, егер сол адам Раббысын таныса, олай демес еді. Сол үшін айтады: «Иннама яхшаллаха мин ибадихил улама». Раббысынан шынайы қорқатын адамдар бұлар, ғұламалар дейді. Білімділер.
Яғни Раббыңызды білесіз ба, сізде қорқыныш болады. Сізде егер қорқыныш жоқ па Құдайдан, онда сіз Раббыңызды танымайсыз. Міне парадокс осындай. Сіз қанша Құдайдан қорқасыз, сонша Раббыңызды танисыз. Сонша сіз Аллаға жақынсыз. Сіз қанша Құдайдан қорықпайсыз, сіз сонша Алладан ұзақсыз. Ұзын сөздің тобықтай түйіні, бауырлар, сіздерді де, өзімді де Раббымыздан, Алла тағаладан қорқуды өсиет етем. Алланы таниық, ізденейік, ойланайық. Адамға Алла сана берді, ой сана берді. Ойланыңыз, бұл дүниеге неге келдім? Қайда бара жатырмын? Онда барғанда не болады? Мен кіммін? Алла көз берді. Көз деген не бұл? Құлақ берді. Құлақ деген не? Тіл берді. Тіл деген не? Сол берген Құдай соны ала алады да. Ойланайық, бауырлар. Раббыңыз туралы көп ойланыңыз. Мына әлемге қараңыз. Сізбен біз Алла тағалаға көзіміз жетпейді. Құлағымыз ести алмайды. Ойымыз ойлай алмайды. Бірақ Алла тағаланың жаратқанын көре аламыз ғой. Сол арқылы Раббымызды таниық. Мына жаратқан дүниесіне назар салып, көз салыңыз. Ақыл жүгіртіңіз. Сол ақыл менен ойланған сайын сіз Раббыңызға жақындайсыз. Қарапайым шыбынды қандай жаратты? Кішкентай бір домалақ көздің ішінде 500 көз бар дейді. 500 көз бар. Соның барлығы 500 жаққа қарап тұрады. Не деген құдірет деңізші? Не деген құдірет? Аспаннан жаңбыр жаудырды. Сыларды жолдас ет, жамандарды жандарынан қашық ет. Я Аллахым, барлығымызға жәннатыңды нәсіп ет. Раббым Алла пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға және оның жан ұясына, оған ерген барлық жанға салауат сәлемдер болсын. Бізді сол ұлы, өзің құдіретіңмен жаратқан сол ұлы заттың үмметі етуді нәсіп ет. Жан ұямызға, істеген істерімізге береке бер. Өзің бұл дүниеде де, арғы дүниеде риза болатын амалға, сөзге, іске қарай бізді жолдағайсың. Ва саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва саллим би рахматика я архамар рахимин.